Амансыздар ма? Бүгін міне қара топырақты түсіріп, мен күйеуім машинамен дайындап жатыр маған. Жаңағы былтырғы клубникалардың бәрін қайтадан қара топыраққа отырғызып жатырмын ерінбей. Сондықтан сіздер осылай екі жұмыс қылмас үшін анау перегной отырған навоз свежий астында калифорнийский червилармен сондай менікі сияқты қателікті жібермеулеріңіз үшін бәріңізге бірден қара топырақ түсіріп алуларыңыз керексіздер. Клубника ол жерінің топырағына байланысты өсетін өсімдік. Менде мынау таза саз, оның үстінен шамалы биогумус салдым, астынан аздап бір 4-5 жыл болған көңіт салып едім, ол аз болып қалған ғой. Сондықтан мына менің қазіргі салып жатқан нем қара топырағының составы жақсы, речной песок бар ішінде балас. Сол болу керек клубниканың топырағы борпылдақ болу керек, ауа барып тұратын. Қазір мына атыздардың бәріне мына тұрған төгіп жатыр күйеуім қара топырақты, соның үстіне мен мына тұрған клубникаларды алып қайтадан егіп жатырмын. Кері екі жұмыс қылып. Солай сіздерде болмас үшін бірден қара топыраққа егіп тастаңыздар. Мынандай қара топыраққа балас араластырсаңыз құм жақсы болады, өзі құрамында болса тіпті жақсы. Әйтпесе мынадай гүлдеп тұрған клубникаларды екі қайтара қозғап жатырмын. Енді биыл деген гүлі әлемет, беруінде не жоқ, жаңағыдай гүлдер қаптап жатыр. Бұл байғұс жақсы беріп тұр, альбион. Тек бізден жаңа кеткен қате топырағынан болып тұр, нары уже бас салып тұр, мынандай үлкен не берейін тұр. Альбион деген жақсы сорт қой өзі. Долгоиграющий клубника, ремонтантный сорт. Мынаның бәрі гүл. Енді осы гүлдердің бәрін қазір егіп жатқанда жұлып тастаймын, себебі гүлдер күшін алып кетеді ғой. Мынандай кіттейлерді бірінші зеленый массы мына жапырақтарын күшейту керекпін ғой. Жерге егілгеннен кейін ағаш қаншама гүлдер бар. Былтырда осылай бірінші гүлін жұлумен айналысып едім, биыл тағы сол сіздер мен жіберген қателік жібермесін деп видео түсіріп жіберейін деп асығып жатсам да түсіріп жатырмын. Ана биогумус қыстай қыстап шыққан нормальный құрттар түрі, семіз қызыл құрттар жатыр, астында червий калифорнийский, үстіне свежий откормның сиырдың боғын қыста салып тастадық, сонымен 2 метр жатыр. Енді күн ысыды, мына боқты төмен қарай шашу керек, ато боқ қысады да астындағы құрттар күйіп кетуі мүмкін. Уже қызып атқанша 28 градус болып жүр ғой. Резко ысып кетті бізде Ақтөбеде күн. Енді міне мына қара топырақтарын мына жерге жайып, мына көтеріп тастадық клубникаларды пересадка жасап жатырық. Менің де тәжірибем сол қатты көп емес, сіздер білетіндей 1 жыл ғой. Мына көтерген клубникалардың астын байқадым. Мына ана жаттарда көп емес еді. Мыналарда тамырлары деген енді жақсы, новый тамырлар шыққан екен. Обал енді амал жоқ. Сонда да не істеп жатырмын. Сосын сол кезде мына тамырларын бәрі тәжірибемен келеді ғой. Тамырларына қарап, тамырдың шіріген, шірмеген айыра алатындай да дәрежеге жеттік қой қазір. Қандай қоп-қоңыр болып кетсе, ол шіріген тамыр. Мына ақ болып шығып жатқандар новый тамырлар. Мына ақ шығып жатқандар таза новый тамырлар келатыр. Жақсы, шүкір. Ничего енді. Әр затты өзі ниетіңе қарай дейді ғой. Құдай өз берекесін берсе, осы былтыр ауыртып алған клубникамның өзінен берекетті болып шықса нормально болады деген ойдамын. Бұлай өзіміздің семьямызға толық жетеді ғой, бірақ клубниканы бизнес ретінде бағытта бастағандықтан мен мол болғанын қалаймын ғой, көп болған. Сосын бір нелерді, бизнес расчеттарды да қарадым. Клубникадан миллиондап пайда табу үшін мен сияқты 500 түп клубника ол түкке де жетпейді екен. Ол үшін қазір мен айтам, қанша деді? 5000 түп ауде минимум 5000 түп болу керек деді. Тамыры былтырғы клубниканың 5000 түп болу керек деді минимум. Себебі ол кезде түбің көп болғасын жұмысшыларың да болады, анау удобрениелерің болады, еще улайтын уларың болады. Сол расходтарыңды алып тастағанда саған пайда қалады. Бір қанша деді қазір 2 миллионның төңірегінде ма сондай пайда қалу керек. Мен точно расчетін сіздерге айтып жіберермін, ұмытып қалыппын. Соны сонда бір сезондағысы ол. Сонда 3-4 ай жүреміз ғой, соны бөлгенде айына бір 500 мыңнан ба таза пайда түседі. Ол жаңа 5000 түп епкенде. Мына түптің бәрі өзі 500 ақ түп. Но соның өзі бір маған біраз шаруа.
Маған мына субсидиямен ауыл шаруашылығын жұмысшы алуға беріп қойдым. Пока бюджет приостановлен деп тұр. Сол бюджет ашылса, маған жұмысшы берсе, мен вот мына тұрған клубникаларымды 10 есе көбейте алар едім. И оны 10 есе көбейту үшін жер де керек қой. Мынадай жердің тағы 10 керек болады ғой. Сол ол үшін қосымша жеріңіз болса ғана солай клубника бизнесін бастайсыз. Атак, бұлай кішкентай тиын-тебенге бола бизнес деп ауызды қопырайтып айтып қажет жоқ. Онда ол просто үйдегі өзіңнің қосымша табысың болып қалады. Сол, осындай клубникаларды осылай жерге де бөлек андай этажбен де егуге болады деп жатыр ғой. Ол бұйырса теплица салғаннан кейінгі шаруа. Пока мен декретте, маған әзірге осының өзін игерсем жарайды. Скоро еще помидор, огурцым, тағы басқа заттарым түседі ғой. Асқабақ, салатный лист, тырым-пырым, сонымен біраз болады ғой. Сол, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Мен де айтып отырамын сіздерге өзім көргендерімді. Жаңа не көріп атқам, неке тамырлары. Былай шүкір жақсы, но мен көрдім, тоже шіріп кеткен тамырлар да шықты. Ол неден? Ол саздан, оған бірінші кінә саз. Саз ана суды ұстап тұрады ғой, ауа жібермейді. Клубникаға ең басты зат қолпырлағандай бүйтіп атқан жер, андай ауа барып тұратын жер. Мынау ауырып қалыпты, мынаның тамыры да шіріген еді. Көреміз енді қалай өсетінін. Шамалы ауырып көтеріліп кетеді де шығар. Ал көтерілмей жатса тағы көреміз. Жақсы, аман болыңыздар.